мен осыдан 1-2 жыл бұрын Қытайда Пекин қаласында болдым. Үлкен осы қазақ жылқысын дәріптеуде бір жылқы туралы конференцияда доклад баяндама жасадым. Соны ары қарай ішкі Моңғолияға іс-сапармен біз бардық ары қарай. Біз қонаққа шақырды, моңғол ғалымы келді, жаңағы профессор жылқытанушы ғалым. Сонда мен таң қалғаным, ішкі Моңғолияда Қытайдың несіне қарайды бұлар ішкі Моңғолия? Иә, бар моңғолдар. Сол жерде олар жылқы шаруашылығы факультетін ашқан, мамандық ашқан, жылқы шаруашылығы. Біз жаңа сіз бастапқы әңгімеге қайтадан көшсек, зоотехния деген мамандықты жоғалтып алып отырмыз. Атын өзгерттік, затын өзгерттік, ең сонда малды асылдандыратын, өсіретін маманнан айырылып қалып отырмыз. Ол сұранысы 100 рет келеді, ертең алдымызда шығады. Олар сонда көрегендігі сонша, жылқы, мысалы, экономист дайындаймыз, заңгер дайындаймыз, банкир дайындаймыз. Сол сияқты жылқы маманы деген мамандық дайындап отырады. Соңғы 7-8 жылда маман шығарып жатыр олар. Енді біз осы тұрғыда тұра беретін болсақ, зоотехния мамандығынан айырылатын болсақ, біз Қытайдан маман шақыртамыз. Біздің жылқыны асылдандырып берші, біздің қойды біз білмейді екенбіз, сіз істеп беріңізші. Міне осыған келе жатырмыз.